Біз жасап тұрған алтын диярда дерлік қаншадан қанша құрылыс тарауында түпкілікті өзгерістер күзетілмекте. Әлбетте, har қандай салынып, халық игілігіне тапсырылып отырған құрылыс объектілерін бекем һәм ықшам болып шығуында ең дәстеп жойбарлаушы карханаларға үлкен жауапкершіліктің жүктелетұғылығын аңлаймыз. Өйткені ірі комплекстерден тартып, жай көзге апайдай болып көрінген көп қабатты тұрақ жайлардың ықшам болып салынуы да жойбарлау архитекторлардың тәжірибесіне де тікелей байланысты болады. Бұл бағдарда республикамыздағы оннан зият жойбарлау институтлары әрекет етіп кетірген болса, солардың бірі сипатында Бақтыбай Нөкіс жойбарлау карханасының да қызметлері айрықша болмақта. Біздің жамаатымыз Қарақалпақстан Республикасының рауажлануына, Өзбекстанның рауажлануына өз үлесімізді қосып жатырмыз. Өткен жылы Шымбай автовокзалының жанында Қытайлармен салынып отырған 7 қабатлы жайларды құрылуына проектін қосып жатырмыз. Жақын арада Қожелі районында жастар орайына икемлескен Қытайлармен салынатұғын жайлардың проектінің шартнамасын түзу атрапында тұрман, соның проектлерін жамаатымызбенен өз үлестерімізді қоса жақпан. Әзіргі уақытлары Қарақалпақстан Республикасында жойбарлау институтлары өздерінің Қарақалпақстанның рауажлануына өз үлестерін қосып жатырыпты. Бір-біріне ұсамайтұғын түрлі жойбарларды салып жатырыпты, проектлерін сілеп жатырыпты. Өзбекстан Республикасының ғарисіздігінің 35 жылдығы менен жамаатымыз атымыздан, бүткіл республикамыздың атымыздан шын жүректен құттықтаймыз. Құрылыстағы металл жойбарлау ісері сарырасам өз уақытында пұқта сенсе, әрқандай құрылыс объекті сапалы біткеріліп, халықтың игілігіне тапсырылар екен, бұл имараттар неше 10 жылдар давамында мінсіз қызмет етеді. Әсіресе жол құрылысы тарауындағы бір ғана биылғы жылдың өзінде бір қатар нәтижелі істердің орланып атырғалығын көреміз. Бүгін пайтақтымыздың көркі жамалы түптен өзгермекте. Бұрынғы тар асфальт жолдар әдеуір кеңейтіріліп, автотранспорттардың қауіпсіз әрекетленуіне де ітібар күшеймекте.